Қайырлы күн балалар, көңіл күйлеріңіз қалай? Математика сабағының 34-ші сабағы, бүгінгі тақырып өткенді бекіту. Балалар, бүгінгі сабақта сендер шамалар арасындағы қатынасты және көбейту мен бөлу кестесін есептер шығару үшін қолданатын боласыңдар. Кәнеки балалар, алдымен 7 санының көбейту кестесін қайталап алайық. Біз кеше 7 санның көбейту кестесімен таныстық, солай ма? Ол үшін балалар құмырадағы гүл ойынын ойнап жіберейік. 7 санына бөлінетін гүлдерді алып, құмыраға салуымыз керек. Кәнеки балалар, құмыраға 7-ге еселік сандар, яғни 7-ге бөлінетін сандарды орналастыруымыз керек. Ойланайық, аз ғана уақыт беремін. Ал енді менімен бірге орындайық. 7-ге бөлінеді, солай ма? 18 бөлінбейді. 42 бөлінеді. 35 7-ге еселік, солай ма? 14 7-ге еселік. 32 бөлінбейді. 36 бөлінбейді. 28 бөлінеді екен. 56 бөлінеді. 55 бөлінбейді. 28 бөлінеді. 49 бөлінеді. 21 бөлінеді 7-ге және 70 бөлінеді. 64 бөлінбейді. Ал 63 бөлінеді. Мінеки балалар, біз 7-ге еселік сандарды құмыраға орналастырдық. Балалар, кәнеки көбейту мен бөлуді аз ғана уақыттың ішінде тездетіп ауызша орындай қойыңыздар. Тағы да аз ғана уақыт берейін. Балалар, кәнеки жауаптарыңыз барлығын жазған болсаңыз, бұл ауызша дегенмен бір жерге жазып отыруға да болады. 7-7 49, 7 8 56, 7 9 63. Неліктен біз 7 көбейту 7-ден бастадық? Өйткені 6-ға дейінгі көбейту кестесін өткен болатынбыз. Бұл есептің барлығын, өрнектің барлығын таптыңыздар деп ойлаймын. Ал енді оқулықпен жұмысқа кірісейік. 91-ші бетті ашыңыздар. Онда бірінші мысалды есептеуіміз керек. Олардың мәнін өсу ретімен орналастырамыз. Сонда мақал шығады екен. Кәнеки, 5 7 қанша? 35. 7 8 56. 9 6, 9 жердегі 6, 54. 9 бен 5-тің көбейтіндісі 45. 9 бен 3-тің көбейтіндісі 27. 6 мен 8-дің көбейтіндісі 48. 6 мен 7-дің көбейтіндісі 42. Кәнеки балалар, енді өрнектердің мәндерін өсу ретімен орналастырайық. Яғни ең кішісі қай сан? 27, солай ма? Жаман. Одан соң 35 жолдасынан. 35-тен соң үлкен сан 42.
Кәнеки өз беттеріңізбен таба қойың, содан соң менімен бірге тексереміз. Жаман жолдасынан көреді, жақсы өз басынан көреді. Балалар, кез келген адам қателеседі, солай ма? Қателеседі, сүрінеді, қателіктер жасайды. Сол кезде жаман жолдасынан көреді. Сен ғой, сенің қырсығыңнан ғой деген сөздерді естисіз ба мына өмірде? Міне соны жаман балалар айтады екен. Ал енді жақсы болса, кемшілікті өзінің басынан іздейді. Кәнеки балалар, номері 2-ші есепті жазбаша орындайтын боламыз. Ол үшін біз мына формуланы білуіміз керек. Бір жәшіктің массасы м әрпімен белгіленеді. Себет деп тұр ғой, бұл жерде жәшік. Жәшіктің саны с әрпімен белгіленеді. Жалпы масса бұл жм. Яғни жалпы массаны табу үшін масса мен санын көбейтеміз. Дәптерге жазған кезде, ал саны мен массасын табу үшін жалпы массаны бөлеміз екен. Формулаға қарап отырып, осы формулаға қарап отырып шығаруға болады. Ол үшін дәптерге сендерге жеңіл болсын деп формулалар жазып қойдым, тек қана сандардың мәнін жаза қойыңыздар. Балалар, ол тапсырманы орындап болған соң номер 4-ші есепке назар аударайық. Номер 4-ші есептің біз 1-ші және 2-ші бағаны орындайтын боламыз. Салыстыруымыз керек. Кей жағдайда, 1-ші жағдайда 7 мен 6-ның көбейтіндісі, 5 пен 6-ның көбейтіндісі. Әрине 7-ның 6-ға көбейтіндісі артық. Кей жағдайда есептемей ақ білуге болады, ал кей жағдайда, мысалы бөлу жағдайында, міне қарындашпен жазып қойдым, мына есепте көрдік па? Осылайша жазуға да болады. Балалар, номері 5-ші есеп, 92-ші бетте. Бұл ауызша кесте бойынша есеп құрастырып, оны шығар дейді. Есеп құрастырайық. Алмас анасымен 6 дана не сатып алды дейміз. Мысалы, 6 жәшік алмұрт сатып алды дейік. Барлық алмұртқа 42 килограмм төлепті. Осындай 9 дана жәшік, 9 жәшік алмұрт қанша килограмм болады? Алдымен біз бір жәшіктің салмағын біліп алуымыз керек. Ол үшін 42-ні 6-ға бөлеміз. Сонда бір жәшікте 7 килограмм бар екен. Ал 9 жәшікте қанша килограмм бар екен білу үшін 9-ды 7-ге көбейтеміз. Сонда 63 болады. Бұл ауызша есеп болатын. Енді номері 7-ның біз жазбаша орындаймыз. Бұл жерде 3 баған бар. Дәптерге 2 баған ретінде орналастырыңыздар. Кәнеки еске түсірейік. Мен сіздерге оңай болу үшін 1-ші және 2-шісін шығарып көрсеттім. Алдымен жақшаның ішін орындаймыз. 4-ке 5-ті қоссақ 9. 9 5-ім 45 көрдік па? Енді 2-ші жағдайда міне жақша жоқ. Бірақ бұл жерде көбейтуді 1-ші орындаймыз. 5 5-ім 25. 4-ке 25-тің қосындысы, 4 пен 25-тің қосындысы 29-ға тең. Көрдіңіз бе? Міне жақшаның рөлі қандай? Қалған бөлігін өз бетіңізбен орындайсыңдар. Балалар, 7 санына байланысты қандай мақал мәтелдер білесіздер? Жаттаймыз. 7 рет өлшеп, 1 рет кес. 7 атасын білмеген жетесіз. Жігітке 7 өнерде аз. 7 қарақшыны таныған 7 түнде адаспас.
Тағы қандай мақал мәтелдер білесіздер, маған айтсаңыздар болады. Кәнеки балалар, кері байланыс берейік. Егер кімде-кім ешқандай қате жібермей, өзіндік түзету болмаса, онда өте жақсы, яғни 8, 9, 10 деген ұпайлар алады. Егер кімде-кім 1-2 ғана қате жіберсе, жақсы, бұл 6 және 7 ұпайлар алады. Ал кімде-кім көптеген қате жіберсе, дәптер бетін бояп қойса, онда ол қанағаттанарлық деген баға, яғни 6-дан төмен бағалар алады. Түсінікті ме? Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.